Hello World бүгін бізде жаңа рубрика және ол компаниялардың тарихы туралы болмақ. Барлығымыз мысалға Стив Джобстың Apple компаниясын қалай құрғанын білеміз, бірақ та біз Nike'дің немесе Zaraның қалай құрылғандығы туралы біле бермейміз. Сондықтан осы рубрика компаниялардың тарихы туралы болмақ, олардың жетістікке қалай жеткендіктері туралы. Бүгінгі шығарылым мотивацияға толы болмақ, яғни бұл компанияның оқиғасын біле отырып, сіздер өздеріңізге мотивация ала аласыздар. Ендеше, қыз-келіншектердің жақсы көретін продукциясы Dyson, және ол өз алаңында қалай үздік бола алды. Кеттік. Ең алдымен Дайсонды ойлап тапқан адамға тоқталайық, ол Джеймс Дайсон. Британдық өнертапқыш, корольдік өнер колледжін промышленный дизайн бағытында бітіріп шығады. 1970 жылдары, бірақ оның аты кен танымал бола бермейді. Бірақ та аты танымал болмаса да, ол өзі бірнеше жаңадан дүниелер ойлап табады. Соның бірі өте тез жүретін, жүк тасымалдайтын қайық болады. Одан кейін бір ғана дөңгелегі бар тачка ойлап табады деген сияқты. Бірақ бұл ойлап тапқандары сәтсіздікке ұшырайды, яғни Дайсонға ешқандай да танымалдылық алып келмейді. Ал оған танымалдылық алып келген ең бірінші дүниесі, ойлап тапқан дүниесі бұл шаң сорғыш. Оқиға неден басталды? Бір күні Джеймс Дайсон сол замандағы ең қуатты, ең күшті, ең танымал болып саналатын Хувер Junior шаң сорғышын өзіне сатып алады. Баста шаң сорғыш өте керемет жұмыс істейді, өте қатты жұмыс істейді деген сияқты, шаңды да жақсылап соратын болады. Ол кездегі шаң сорғыштар шаңды бөлек бір мешокқа жинайтын болғанда, сол мешокқа шаң жинала берген сайын оның күштілігі, қуаты азая беретін болған. Яғни мусорды, шаңды дұрыстап сормайтын болады. Бұл проблемамен Джеймс Дайсон ғана емес, сол кездегі сатып алған барлық адамдар тап болады, барлығында көңілі қалады, бірақ та басқа вариант жоқ та. Яғни басқа пылесос сатып ала алмайды, өйткені ең қуатты, ең күшті саналатын пылесос осы болатын. Жаңа Хувер Junior шығаратын компанияға да ол нәрсеге бәрі болады, өйткені оларға қосымша пайда болады. Өйткені мешок жыртылып қалған сайын, немесе мешок толып, адамдар бәрі ауыстыруға алып келеді, шығарып жатқан компанияға қосымша доход беріп отырады. Яғни осы арқылы сол кезде $500 миллион пайда тапқан екен сол компания. Бірақ Джеймс Дайсон бұғымен келіспейді. Сөйтіп 1979 жылы ол ең бірінші рет цилиндрмен сорылатын шаң сорғышты ойлап табады. Өз үйінде ең бірінші формасы оның просто үйіндегі бар картонмен ойлап табады, шығарады и басқа қарай жұмыс істеп тұр екен да. Енді кішкене қатты сормаса да, бірақ жұмыс істеп тұр. Идеяны қайдан алды десеңіздер, бұл шаң сорғышқа сол кездегі өзінің туған жеріндегі лесопилкада жүрген кезде ол көреді, что сол жақтағы адамдар, жұмыскерлер, опилкалар шашылады ойында, ағаштар кескен кезде деген сияқты. Соны бір аппаратпен, яғни цилиндр сияқты ұзын аппаратпен оп-оңай тазалап жүрген көреді. И сосын кейін басына идея Эврика деп сақ ете қалады, сосын кейін үйіне барады, осы нәрсені картонмен жасап көреді. Нәтижесінде не шығады? Тарихта ең бірінші болып циклонмен жұмыс істейтін шаң сорғыш пайда болады. Яғни шаңды бөлек жинамайды, барлығын бірге өте қатты ауан напряжениесі арқылы тартып алатын болады. Джеймс Дайсон бұл шаң сорғышы адамдардың жүздеген жылдар бойы шешкісі келмей жүрген мәселесін шешіп береді. Яғни үйінде отырып бір картонмен алтта жыл бойы шешілмеген бір мәселені шешіп тастай салады. Джеймс Дайсонның бұл инженерлік жетістігіне, яғни жаңадан бір шаң сорғыштың бір түрін ойлап тапқанына қарамастан бастапқы өмірі өте қиын болады, өйткені олда өзінің шаң сорғышын әлемдік рынокқа, әлемдік нарыққа шығаруға ақшасы болмайды. Сосын ол инвестиция тартқысы келеді, бірақ компаниялар оған сеніңкіре қоймайды. Өйткені өздерінде жұмыс істеп тұрған модель бар, пайда тауып жатқан модельдері бар, яғни мешоктарды қосымша сату арқылы олар көптеген пайда көріп жатыр да. Компаниялардың взглядымен қараған кезде кішкене бір ақымақтық саналатын еді. Яғни жаңа бір нәрсеге ақша салу. Джеймс Дайсон содан кейін өзінің өмірлік принциптерін өзгерте бастайды, тамақ аз жей бастайды деген сияқты, біреулерден қарыз қалады, өзінің үйін тігіп жібереді деген сияқты, яғни өте қиын бір сәттерден өткізеді. Бірақ сонда барлығы өзгеріп шыға келеді. Жапондық Apex компаниясымен келісімшартқа отырғаннан кейін 1986 жылы Джеймс Дайсон өзінің разработкасымен ең алғашқы шаң сорғышын нарыққа шығарады. Ең алғашқы шаң сорғышы әлемдік тартылыс күшіне орай G-Force деп аталады. Кейінірек Жапонияда өткен инженерлік изобретениелер выставкасында приз жеңіп алады осы шаң сорғышы арқылы. Ол қатты маңызды емес, оқиғамызға қайта оралайық. Сөйтіп Джеймс Дайсон бағанағы келісімшарттан тапқан пайдасына, ақшасына өзінің бірінші компаниясын құрады. Сөйтіп
басқа банктерден қарызға ақша алады, сосын кейін өзінің заводын салып шығады. Инженер жап-жаңа лабораториясында өзінің ең алғашқы Dyson DC01 деп аталатын шаң сорғышын ойлап табады. Және ең қызық моменті осы, өзінің соңғы жұмыс істейтін прототипін ойлап тапқанға дейін Джеймс Дайсонға 5 жыл 5127 прототип жасау керек болады. Яғни ойлап қараңыздар, 5126 рет ол қателеседі, неше түрлі прототиптерді көреді, неше түрлі жаңағы цилиндрді ауыстырады, циклондарын басқаша жұмыс істетуге тырысады деген сияқты. Яғни мойымайды, қайта-қайта істей береді, сонда не келеді? Жетістікке жетеді. Бұл история туралы тағы да мен өзім алғашқы бір видеоларымды айтып кеткен болатын. Қазір көрсеңіздер болады. Мен мына жерде линк қалдыратын боламын. Джеймс Дайсон тек қана шаң сорғыш шығарумен тоқтап қалмаған, сонымен қатар оның бірнеше басқа да қызықты, күшті өнертабыстары бар. Соның бірі 2000 жылы пайда болған Dyson Control Rotator деп аталатын кір жуатын машинасы. Инженер бұл жерде өзінікінен танбайды, яғни адамдарға көмектесу, ыңғайлы бір механизм, ыңғайлы бір дүние шығарудан танбайды. Бұл жердегі Dyson Control Rotator'дың бір ерекшелігі, ода екі барабан болады. Біреуі оңға айналып жатса, біреуі солға айналып жатады. Яғни адамның қолымен жуып атқан сияқты осылай кір жууды эффективны болады. Яғни жуып шыққан кірлер более таза болады осы Control Rotator'дың арқасында. 2004 жылы Dyson өте қуатты және кішкентай ғана электродвигатель ойлап табады. Және осының арқасында 2006 жылы ол қол кептіретін Dyson Airblade деп аталатын аппарат ойлап табады. Бұл аппаратты барлықтарыңыз білесіздер, кез келген ресторанда болсын, торговый центрлерде болсын, біз оны көреміз. Және екі жағынан ауа ұрып тұрады, және біз қолымызды қоямыз, ол салқын ауа арқылы біздің қолымыздағы ылғалдықтың барлығын кетіріп жүреді. Осыны ойлап тапқан сол кезіндегі Dyson мырза. Енді үшіншісі және ең маңыздылардың бірі, бұған тоқталмасақ болмас, Дайсонның фендары. Тарихына тоқтала кетейік. Dyson фендарын шығуына түрткі болған бұл әйел деп келеді бір деректерде. Яғни Dyson өзінің әйелмен сөйлескенді өте қатты жақсы көреді екен да. Фенмен шашын кептіріп жатқан кезде әйелі жаңағы феннен шығатын шум онымен сөйлесуге, оның сөздерін түсінуге кедергі келтіреді екен да. Сосын кейін романтик Dyson осындай бір ойға келеді, неге дауысы шықпайтын, шум шығармайтын фен жасамасқа деп. Және ол жасап та шығады фенді, өздеріңіз білесіздер. Және ең алғашқы болып бұны тест жасаған мысықтар болады. Не үшін мысықтар десеңіздер, мысықтар білесіздер, қатты шумдардан, біздің пылесос болған кезде өте қатты қорқады. Көрсетуге тырысады да, бұның шумы даже мысықтарды қорқытпайды деп. Сол үшін де 2016 жылы Дайсонның жаңа фен презентациясы кезінде ең бірінші қолданушысы жаңағы феннің мысық болады. Осы орайда қызықты факт, феннің негізгі цветі, яғни фирменный цветі бұл фуксий цвет екен да. Бұл цветті Dyson әйелі өте қатты жақсы көреді екен. Және түсінеміз, осы жерде әйеліне өте қатты көңіл бөледі екен. Ол қатты маңызды емес, Dyson өзінің әйеліне қалай қарайтындығы. Маңызды фен қалай танымал болып кетті. Бұл маркетингтің арқасында, өзінің жаңағындай шум шығармайды деген арқасында, бұл ең алғашқы рет британдықтардың, америкалықтардың спа центрлерінде, өте қымбат спа центрлерде именно, сосын кейін элитный болып саналатын сұлулық салондарында пайда болып бастайды. Dyson фенін көрген кезде адамдар бірден ойға түсетіні бұл роскошь та. Оны кез келген адам өзіне сатып ала алмайды, ол үшін кішкене бір жинаған ақшам болу керек деген сияқты бір ой қалыптастыра бастайды. Dyson фенін қолданушылар өзінің высокий статус, ақшасы бар адамдар қолданатын бір дүние сияқты маркетинг жасап тастайды. Ол кезінде солай жұмыс істеді, 2016 жылы шыққан кезде деген сияқты, ол әлі де жұмыс істеп келе жатыр. Қазір айтады, Dyson фен сияқты жұмыс істейтін, тіпті одан да қуатты, дауысы, шумы одан төмен, баяу болатын фендер нарықта өте көп, бағасы да арзан, бірақ та олар Dyson сияқты, Dyson фені сияқты сатылмайды. Неліктен? Өйткені Dyson фенін именно жаңағындай блогерлер өздерінің историясына салып қолданып жатқандарын көрсетеді. Оның пайдасы туралы айтады, шашқа зиянды тимейтіндігі туралы айтады да. Немесе оны біреуге сыйлық ретінде беруге ұялмай бере алатын бір дүние сияқты көрсетеді. Осы арқылы Dyson фенін барлық адамдар, яғни адамдар демей-ақ қояйын, қыз-келіншектер алғысы келеді.
Бұл жерде Dyson компаниясының маркетинг бөліміне бас бармағымызбен 5 деген баға бермесек болмас. Dyson компаниясының шаңсорғыштарына қайта оралайық. Бұл шаңсорғыштар қазір Ұлыбританияда әрбір 3-ші отбасыда бар екен. Бұл Dyson компаниясының шаңсорғыштарын неге адамдар алады? Біріншісі, ең күшті нәрсесі бұл тоғының болмауы, яғни ол тоқты былайынан әр бөлмеден бөлмеге, мысалы розеткадан, ана розеткадан суырып, мына розеткаға тығып жүрудің қажет жоқ. Екіншісі бұл қуатты болуы, шаңды, мусорды жабысып қалса жерден өте тиянақты түрде жинап ала аласыз. Және үшіншісі, адамдардың ойынша бұл нарықтағы бағасы өте қолжетімді деп ойлайды екен. Осы үш себеп үшін Dyson шаңсорғышын сатып алады екен адамдар. Көріп отырғанымыздай, Dysonның осындай тиянақтылығының, Dyson осындай өнертапқыштығының адамдардың өмірін жеңілдеткісі келген арқасында Dysonның қазір жылына 13 миллион зат сатады екен, және де клиентская базасы 67 миллионға жетіп жығылады екен. Өте керемет результат, нәтиже. Және Dyson компаниясында өз сияқты 7 адам жұмыс істейді екен. Неге өз сияқты дедім? Өйткені Dysonды білесіздер. Бағанағы айтып кеттім оқиғасын. Сол кездегі 1970 жылдардағы шаңсорғыштар қандай болды? Біраз уақыт жұмыс істейді, одан кейін жаңағы мешок толып қалады шаңға, оны сосын кейін күш қуаты азаяды, жөндеп шаңды сормайтын болады. Күш сору үшін не істеуің керек? Мешокты басқасына ауыстыруың керек. Яғни қосымша ақша кетіресің. Осы нәрсені жеңілдеткісі келді Dyson, және жеңілдетті де. Өзінің жұмыскерлері де тура Dyson сияқты осындай бір ойдағы адамдарда. Яғни үйренетін нәрсеміз басқалардың өмірін жеңілдету үшін, басқалар үшін өмір сүре білуіміз, және ең маңызды үйренуіміз керек нәрсе бұл. Егер де сіз қиналып, сәтсіздікке ұшырап, жұмысыңыз жүрмей жатса, онда Dyson өзінің шаңсорғышын шығару барысында 1526 рет сәтсіздікке ұшырағанын, бірақ та арманнан, қиялынан бас тартпағанын есіңізге түсіріңіз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл Шерхан Мұстафа. Бір аптадан кейін көріскенше.